Сыртқы отит, жүзушінің құлағы. Бұл не? Сыртқы отит, бұл құлақтың сыртқы есту жолының құлақ қалқаны мен дабыл жарғағы аралығындағы бөлік қабынуы. Көбіне бұл жағдай судың құлаққа жиі түсуінен кейін болады. Сол себепті ол жүзушінің құлағы деп те аталады. Қалай пайда болады? Құлаққа су кіріп, ұзақ уақыт бойы шықпай қалса, есту жолының терісі жұмсарып, қорғаныш қабаты жойылады. Осы кезде бактериялар жиі кездесетін Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus немесе зеңдер теріге еніп инфекция туғызады. Құлақты жиі тазалау, мысалы, мақта таяқшасымен терең шұқылау да жарақат әкеліп отитке жол ашуы мүмкін. Белгілері қандай? Құлақтың қышуы ерте кезеңде. Ауырсыну әсіресе құлақты тартқанда немесе басқанда күшейеді. Құлақтан сары немесе ірің тәрізді сұйықтық ағып шығуы. Естудің аздап төмендеуі. Құлақ қалқаны мен маңындағы ісіну, қызару. Безгек кейбір жағдайларда. Диагностика. Оториноларинголог, лор дәрігер құлақ ішін арнайы құралмен қарап, қабыну дәрежесін анықтайды. Қажет болса, құлақтан бөлінген сұйықтықты зертханаға жіберіп, нақты қоздырғышты анықтайды. Не істеу керек? Үй жағдайында. 1. Құлақты құрғақ ұстау. Шомылмау, су тигізбеу. 2. Жылы компресс. Ауырсынуды жеңілдету үшін құлаққа сыртынан жылы компресс басуға болады. 3. Құлақты тырнамау, шұқыламау. 4. Ауырсынуға қарсы дәрі. Мысалы, парацетамол, ибупрофен. Дәрігер тағайындауы мүмкін. Микробқа қарсы тамшылар. Антибиотик кортикостероид құрамында болады. Отинум, атипакс, ципрамет, политекса, афлоксацин. Зеңге қарсы тамшылар, егер себебі зең болса. Құлақты кәсіби тазарту. Лор дәрігер құлақты арнайы ерітіндімен жуып, ірің мен кірден тазартады. Асқынған жағдайда ішке қабылдайтын антибиотиктер де тағайындалады. Не істеуге болмайды? Құлаққа спирт, сутек асқын тотығын немесе өз бетімен дайындалған сұйықтықтарды тамызуға болмайды. Мақта таяқшамен терең тазалауға тырыспау керек. Қабыну бар кезде құлақты сулап шомылуға тыйым салынады. Алдын алу жолдары. 1. Шомылғаннан кейін құлақты мұқият құрғату, баспен сілкіп, сүлгімен сүрту. 2. Жүзген кезде құлақ тығындарын беруші қолдану. 3. Құлақты артық тазаламау, құлық, сера, табиғи қорғаныш қабат. 4. Құлақта қышу сезілсе, дәрігерге көріну, өз бетімен ем жасамау. Қорытынды. Сыртқы отит дұрыс емделсе, әдетте ауыр асқынусыз өтетін ауру. Бірақ ескерусіз қалдырса, инфекция жайылып, ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Егер құлақ ауырса, ағып жатса немесе есту қабілеті төмендесе, дәрігерге бірден қаралу қажет.